тарыхты соғышты жеңген қарай жазып келген. Бірақ бұл тасмада соғыш жөнінде айтқымыз келген жоқ. Жөн ғана Қырғыздың басып өткен тарихына бір қайырғымыз келді. Бұл немецтердің архивінен алынған екінші ғылымға таандық жарым дүниелік картасы. Атлант океандан Тынч океанға чейін ейлеп тұрған Қырғыздың жері. Oyçilip, içimizden işenbestirimiz. Anda бұл сүрөттөрдөн не дейбиз? Бұл Алтайда табылған Үкөк ханышанын мумияланган сөөгү. Үкөк ханыша кыз болса да, Кыргыз элин коргоп, жоо менен чабышып, мөлтүрөгөн жаш кезинде шийип кеткен экен. Эгерки салт боюнча жоода курман болгондорду өзүнүн жашоодо пайдаланып жүргөн буюмдары менен, куралдары менен кошо көмүшкөн экен. Үкөк ханышанын кесесинин түбүндөгү белгини кандай түшүнсөк болот? Бул сүрөт Истанбул шаарынын жанындагы кыргыз баатырларынын эстелиги. Тарихта белгілі болған Константинополь шарын 29 май 1453 жылы Осман империясы еліп алған. Константинополь шарын еліп алу оңай болған емес. Қырғыздың батырлары гректердің шарын талқылау үшін өте чоң ерліктерді көрсетіп, түрк боордошторубузга бошотуп берип курман болушкан. Айта берсек, тарихта далилдер жана булактар көп.